Сәлем достар, сендермен бірге мен Арука Микс. Достар, бізге қазір жаз келіп қалды. Немесе жаз келді деуге де болады, себебі қазір күн өте ыстық. Сіздерде ауа райы қандай екенін білмеймін, бірақ та бүгінгі видео жаз жайлы болады. Бүгінгі видеода мен сіздерге жазда зергіп кетпес үшін, ішіміз пыспас үшін не істеуге болатындығы жайлы айтамын. Ендеше достар, басайық. Видео бастамас бұрын айтарым, егер менің арнамда 30 мың тіркелуші жиналсам, менің арнамда жақын арада үйім жайлы видео болады, яғни хаус-тур болады. Сондықтан маған тез көмектесіп, 30 мың тіркелуші жинайық. Бірінші достар, ол көп қыдыру. Шет елдерге немесе Қазақстанның басқа қалаларына, немесе қасиетті жерлерге, жалпы сондай жерлерге бару, және де өзіңіздің қалаңыздағы сауда орталықтарына, паркке, әртүрлі ойын-сауық орталықтарына, бассейнге, әртүрлі көптеген жерлерге бару. Сіздер кешке қарай паркке бара аласыздар, саябақта серуендеп жүруге, және өздеріңіз зерікпес үшін отбасыларыңызбен немесе достарыңызбен барсаңыздар болады. Мысалы, сіздер көлге барсаңыздар болады, және басқа да қалаларға, елдерге, шет елдерге, Қазақстанның ішіндегі қалаларға, жалпы осылай қыдырып жүрсеңіздер, жазда уақытты сонымен өткізсеңіздер болады. Екінші, ол жазда зерікпес үшін, ол табиғатқа шығу, және былайша айтқанда пикник. Оны сіздер достарыңызбен бірге шықсаңыздар болады, немесе ата-аналарыңызбен, отбасыларыңызбен бірге шықсаңыздар болады, туыстарыңызбен, жақындарыңызбен, және сіздер бірге табиғат аясына шығып, сол жақта көңіл көтеріп, бірге ойнап, күліп, сол табиғат аясына шықсаңыздар болады. Үшінші, жазда сіздер үйде отырсаңыздар, және ешқайыққа бармасаңыздар, жай үйде отырсаңыздар, сіздер іштеріңіз пыспас үшін әртүрлі кинолар, фильмдер, сериалдар көрсеңіздер болады. Жаз бойы негізінде сериал көрсе болады, себебі жазда уақыт көп, және сіздер ол уақытты қалай өткізетіндеріңізді білмесеңіздер, сол сериалдарды көресіздер. Және де әртүрлі қызықты фантастикалық фильмдер, ужастиктар, немесе әртүрлі комедиялар, қызықты фильмдер, немесе қорқынышты фильмдер, жалпы көптеген фильмдер мен мультихикаялар да көре аласыздар, немесе отбасыларыңызбен бірігіп те көре аласыздар, жалпы отбасылық кинолар да көре аласыздар. Жазда сіздер үйде фильм көре аласыздар. Төртінші, үйде аспазшылықпен айналысу. Сіздер ютубтан немесе гуглдан әртүрлі рецепті кітаптардан көптеген рецепттар, тамақ пісіретін рецепттарды тапсаңыздар болады, және ол рецепттар арқылы сіздер әртүрлі тағамдар, немесе десерттар, әртүрлі керемет торттар, пирогтар пісіре аласыздар, немесе менің видеомнан көріп пісіруге болады. Сондықтан достар, міндетті түрде жазда бір нәрсе пісіріп, отбасыларыңызбен бірге пісірсеңіздер болады. Жалпы өздеріңіз аспазшылықпен айналыссаңыздар болады. Мысалы, достар, салқындатылған сусындар, мен сіздерге көрсетіп кеткенмін, коктейль жасауларыңызға болады, себебі олар оңай жасалынады. Оларды қолжетімді күнде жасай аласыздар. Жазда ыстық күнде сіздер салқын коктейльмен өздеріңіздің шөлдеріңізді баса аласыздар. Және де сіздер балмұздақ жасап, өздеріңіз үй жағдайында балмұздақ жасай аласыздар. Және сондай аспазшылықпен айналысып, өздеріңіз әртүрлі тағамдар жасап, өздеріңіздің уақыттарыңызды сол аспазшылыққа бөлсеңіздер болады. Бесінші, менің қыздарға айтар кеңесім, жазда уақыт көп, сондықтан сіздер жазда фитнеспен айналыса аласыздар. Яғни былай спортпен айналысыңыздар. Жазда сіздер өздеріңіздің келбеттеріңізді қалпына келтіре аласыздар. Дене формаларыңызды, дене пішіндеріңізді қалпына келтіре аласыздар. Және де әртүрлі жаттығулар жасай отырып, өздеріңізді әдемі қылып өзгерте аласыздар. Сіздер сондықтан спортпен, фитнеспен әртүрлі жаттығулар жасап айналыссаңыздар, және оны күнге жасап тұрсаңыздар, енді 1 сағат немесе тым болмаса жарты сағаттай болса да, ол сіздерге көп көмек тигізеді. Алтыншы, жазда су айдындарына көп бару. Сіздер көлдерге, теңіздерге барсаңыздар болады. Сонымен қатар бассейнге түсеңіздер болады. Өздеріңіздің елді мекендеріңіздегі бассейндерді тауып, сол жаққа барсаңыздар болады. Жалпы суға байланысты жерлердің барлығына барсаңыздар болады. Себебі жазда суға түсу өте керемет.
және жазда ыстық болғандықтан суға түскен кезде салқындайсың. Сондықтан жазда өздеріңіздің уақыттарыңызды сол суға түсіп, бассейнге барып, көлге барып, өздеріңіздің уақыттарыңызды көлде өткізсеңіздер болады. Жазда көп жеміс-жидек пісетіндіктен сіздер жазда көп жеміс-жидек алып жесеңіздер болады, себебі олар өздеріңіз үшін пайдалы, және де жазда оларды жеген сіздерге жақсы. Егер түрлі құлпынай, қарақат, таңқурай, алма, алмұрт, көп жеміс-жидектерді әкеліп, соларды жесеңіздер өздеріңізге де пайдалы, және жаз мезгілін қызықтандыра түседі. Жазда белгілі бір нәрсемен айналысуға болады. Мысалы, жазда сіздер сурет салуға үйренулеріңізге болады, немесе басқа тіл үйренулеріңізге болады. Жалпы сіздер жазда істейтін нәрсе көп. Сіздер жазда жаңа бір нәрсеге үйренулеріңізге болады. Және бұл сіздерге бір жағынан көмек болады, бір жағынан өздеріңіздің уақыттарыңызды босқа құртпай, бір жақсы нәрсеге үйрену болады. Келесі жазда сіздер жаздық декор жасап, өздеріңіздің бөлмелеріңізді, үйлеріңізді өзгертулеріңізге болады. Бұл сіздерге жақсы көңіл-күй, жаздық сезім береді. Және сіздер өздеріңіздің бөлмелеріңізді жарық қылып, түрлі түсті қылып, жаздық стильге сай өзгертсеңіздер, сіздерге де өте тамаша, керемет сезім болады. Және сіздер жазда рахат алып демаласыздар. Жазда сіздер қыздар немесе ұлдар шаш үлгілеріңізді, немесе киім стильдеріңізді, немесе басқа бір нәрселеріңізді өзгертулеріңізге болады, өздеріңізді өзгертулеріңізге болады, киімдеріңізді басқа стильде қылып өзгертулеріңізге болады. Жазда сіздер кинотеатрларға бара аласыздар. Себебі жазда кинотеатрлардың барлығында премьералар, жаңа фильмдер көрсетіліп жатады. Сондықтан сіздер ол жаққа барсаңыздар, сіздерге қызық болады деген ойда. Жазда сіздер өздеріңізге ұнайтын музыкаларды жазып алып, сол музыкаларды тыңдап отырсаңыздар болады. Жазда сіздер жаңа достар таба аласыздар, және де олармен жақсы көңіл көтеріп, олармен бірге қыдырып, саябаққа барып, серуендей аласыздар. Бірақ достар, қыдырған кезде күннің астында көп жүрмеңіздер, міндетті түрде бастарыңызға бас киім киіп жүріңіздер, әйтпесе бастарыңыздан күн өтіп кетеді. Достар, жазда сіздер қыздарға айтар кеңесім, қыздар бимен айналысса болады, және де қыздар мен ұлдар барлықтарыңыз сіздер саябаққа барған кезде велосипед айдасаңыздар болады, себебі велосипед өздеріңізге де пайдалы, және де бір жағынан таза ауамен демалу, таза ауада қыдыру, сол велосипедпен, ол бір жағынан сіздерге де жақсы деген ойда. Осымен достар, менің видеом аяқталды. Егер де сіздерге осы видеоны лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен, дәл осы заттарды қолдарыңыз бос кезде, сіздердің іштеріңіз пысқан кезде, дәл осы заттарды жасаңыздар. Ал ендеше достар, сау болыңыздар.